Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте ерекше әдемі пирог жасайтын боламыз. Дайындалу жолы өте оңай, асыққан кезде жасайтын, дәмі керемет, дастарханда ерекше болып көрінеді. Каналыма тіркеліп, видеоны толықтай көріп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тестамыз осындай воздушный болып, пирогымыз әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Бөлме температурасына ерген сары майымызды құрғақ ыдысымызға салып, қант екеуін жақсылап араластырып аламыз. Силиконовый лопаткамен осылай езіп, қант ергенше жақсылап май екеуін араластырып алсаңыздар болады. Егер ерінсеңіздер, миксермен араластырсаңыздар да болады. Одан кейін 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап май, қант үшеуін араластырып аламыз. Одан кейін сметанамызды қосып, венчикпен ерінбей 6-7 минуттай жақсылап однородный масса болғанша араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды, какаомызды, разрыхитель үшеуін салып, жақсылап однородный масса болғанша тестамызды араластырып аламыз. Толық рецепті видеоның астына қалдыратын боламын, қыздар. Міне осындай теста болу керек. Енді творогты начинкамызды жасайтын боламыз. Творогқа қантымызды, ванильный сахарымызды қосып, жақсылап үшеуін творогымыз майдай езілгенше араластырып аламыз. Болмаса блендермен езіп алсаңыздар да болады. Бізде осындай начинка болу керек, қатты сұйық емес, қатты қою да емес. Одан кейін менде 24 диаметрлік форма пергамент қағазын салып, жақсылап осылай формаға орналастырып аламыз. Одан кейін тестамызды құятын боламыз. Формаға құйғаннан кейін лопатканың көмегімен жан жағына бірдей қылып орналастырып аламыз осылай. Кондитерский пакетке начинкамызды салып, осылай полоскалар жасайтын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пирогты әсемдесеңіздер болады. Мен осылай квадрат жасадым. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болып шығады. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 160 градуста 45-50 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Пирогымызды ағаш пашкамен тексерсек болады. Бөлме температурасында суытып, содан кейін формадан шешеміз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болып пісіп шығады біздің пирогымыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір торттарға қарағанда жасалу жолы өте оңай, қарапайым пирогтарды жасайды. Қыздар, ауызда еритін пирог міндетті түрде жасап көріңіздер ауыздашарға. Дәл мен берген рецептпен жасайтын болсаңыздар, тура осындай әдемі пирог шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай тестасы жақсы көтеріледі, ауызда ериді, тестасы воздушный болады. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.